Тылсым күшке сіздер сенесіздер ме? Бұл әлемде негізінен өте көп тылсым күшке сенетін адамдар бар. Сондай-ақ сенбейтіндер де жетерлік. Ал өзіме келетін болсам, жеке өзім сенбеймін, бірақ жазушы болғандықтан. Небір тақырыптарды қозғаймын, түрлі кітаптар шығарамын. Соның ішінде осы тылсым әлем туралы кітаптар шығарамын. Әрине, бұның бәріне мен тек жұмыс ретінде және кітаптарым көп сатылса екен деп қараймын. Яғни бұл көзқарас мен үшін сенім емес, табыс табатын қияли тақырып. Тылсым күштерге көзқарасым осындай. Бірақ осы басымнан өткен үрейлі оқиғадан кейін мен бұл тылсым күшке сенемін. Және қазірдің өзінде әр күн сайын қорқынышпен өмір сүремін. Жағдайдың басы былай болды. Мен бұрын жазар кезде шабыттарым ашылғаннан ашыла түсіп, тың идеялар келе беретін еді. Бірақ сол кезгі үрейлі оқиға басталмай тұрып, менің жазатын шабытым келмей қалды. Шынымен, мен бір жазуды, тақырыпты жазар алдында көп ойланатын болдым. Бұрын ондай емес едім. Және бұл менің қитығыма тиді. Осының кесірінен бірнеше серіктестерімнен айырылдым. Олар менімен бірге жүріп жатқан келісімдердің бәрін тоқтатып тастады. Яғни келіскен күйде бірлесіп жасап жатқан жобалардың бәрі аяқсыз қалды. Мен жазушы ретінде идея айту керек болатынмын, бірақ шабытым келмегендіктен бірнеше серіктестер келісімді бұзып тастады. Осылай не істерімді білмей жүрген кезде жазушы досымнан кеңестер сұрадым. Ол маған бәрін қарапайым түрде түсіндірді. Ең бірінші бұл қалыпты құбылыс. Көп жазушылар кенеттен келетін тың идея ойларынсыз өмір сүріп кетеді. Бірақ уайымдама, бұның бәрі қалыпты. Сонда мен не істеуім қажет? Енді көп жазушылар бұл жағдайда екіге бөлініп кетеді. Бірі шабытының келгенін күтеді. Бұл өте қарапайым нұсқа. Яғни уақыт, ал екінші жазушылар мүлдем бөлек әрекет етеді. Олар бұл жазушылықты уақытша тастайды да, белгілі бір уақытқа демалысқа кетеді. Яғни өзіне демалыс жариялайды. Енді мен өзіме қанша күн демалыс жарияласам болады? Сен екінші нұсқаны таңдадың ба? Ондай жағдайда саған бір айлап демалысқа кетудің қажеті жоқ. Былай айтайынша, бір апта. Себебі бір апта аз да емес, көп уақыт та емес. Саған қолайлы. Жақсы түсіндім бәрін. Рахмет саған. Енді сен өзіңе демалыс жариялағаннан кейін көп жазушылар шетел асып кетіп жатады. Бірақ меніңше бұл дұрыс емес. Жазушыларға тіптен шулы жерлерде жүруге болмайды. Жазушы тыныш әрі қолайлы жерде жүру қажет емес пе, иә? Сол кезде шабыты өз қалпына келеді. Енді маған қандай нұсқаны ұсынасың? Негізі өз еркің, бірақ бір аптаға ауылға барып келуге кеңес берер едім. Ол жақ қалаға қарағанда тып-тыныш. Түсіндірмеңе үлкен алғыс айтамын, досым. Сенің айтқан кеңестеріңді орындай берейін онда. Жақсы сәттілік. Бірақ менде тағы бір ұсынысым бар саған. Қандай? Менде баратын ауыл бар. Ол жақта тіпті бір аптаға жалдайтын баспана да бар. Тіпті сол үйдің қожайыны дәл сен секілді жазушы. Жақсы, сол адамның нөмерін берші онда. Сөйтіп сол адамның нөмерін жазып алдым және оған хабарласып, бәрін келісіп қойдық. Маған ол тіпті үйді саған сатып жіберемін дейді. Мен жалға аламын десем тыңдамайды. Ауылға кел, сосын барып сөйлесеміз деп айта бергендіктен мен сол ауылға көлігіме жолға шығып кеттім. Үйде бір аптаға жалдап жатсам деп өмір сүретін құрал жабдықтарымды тиеп алып келе жатырмын. Солай ол ауылға келіп жеттім. Ауылдың табиғаты мен ойлағандай керемет екен. Жап-жасыл табиғат, оның үстіне бұл ауыл таудың қасында орналасқан. Солай әлгі мен жалдайтын үйдің қасына барып тоқтадым. Досым айтқан жазушы мені күтіп тұр екен. Сіз енді тез кел дегенсің келіп жеттім ал. Бірақ әлгі жазушы маған ештеңе айтпады. Менің қасыма жақындады да үйдің кілтін қолыма табыстады. Және көлікпен дереу түрде кетіп қалды. Мен түсінбей аң-таң болып қалсам да, келіп қойған соң бір апта жата салайын деп шештім. Ол кісімен демалысым біткеннен кейін сөйлесе жатармын. Сөйтіп заттарымды үйдің ішіне орналастырып, көліктен заттарымды тасып жүргенімде көшеде кетіп бара жатқан ауыл тұрғынын көрдім. Мен оған амандасып, жаңадан келген көршіңіз боламын десем,
Ол маған ала көзімен қарап кете барды. Бұл ауыл тұрғындарына не болған өзі? Солай заттарымды толықтай орналастырып, үйдің ішін аралай бастадым. Бұлай нағыз ауылдың үйі, керемет, маған ұнайды. Солай үйдің ішін аралап жатқанымда бірдеңе жетіспейтін секілді көрінді. Сөйтсем, жуынатын су жетіспейді екен. Мына үйдің ішінде және аулада ондай жуынатын жер жоқ. Ал мен суға түскім келіп тұрғанымнан далаға шығып іздей бастадым. Ауланың ішінде жоқ екен, сондықтан көшеге шықтым. Көршілерден бұл мәселе туралы сұрағым келді. Бірақ ауыл ішінде жүрген бірде-бір адамды кездестірмедім. Өзімді бір адам жоқ жерде жалғыз өзім жүргендей сезініп кеттім. Бұлай ауылдың ішіне қарасаң салынған үйлер өте көп, бірақ олардың тұрғындары қайда? Мен білетін ауыл тұрғындары бір-бірімен аралас-құралас болып жататын еді. Сөйтіп қол қусырып отырғаным жарамас деп, дәл үйімнің қасында орналасқан көршіге барып, су мәселесі туралы сұрайын деп шештім. Бірақ сол көршінің үйіне бара жатып, ауылдан 100 метрде алыста орналасқан құдықты байқап қалдым. Мүмкін ауыл тұрғындары осы құдықтан су алатын болар деп, сол құдықтың қасына бардым. Құдықтың қасына келсем, ағаштан жасалған ескі құдық екен. Бірақ бір таңғаларлығы, ішінде су бар және тартып алатын шелек те дайын тұр. Сондықтан шелекпен тартып су шығардым. Өте терең болғандықтан ұзақ уақыт бойы тартып тұрдым. Және ақыры тартып шығардым. Бірақ шелектің ішінде қарғаның өлі денесі жатыр. Иісі болса өте жағымсыз. Яғни бұл құдықтан су алуға болмайды деген едім, бірақ суының өзі негізі таза екен. Мына қарғаны алып тастап, тағы бір мәрте татып көргенімде, құдықтың суы мөлдіреген күйінде көрінеді екен. Сөйтіп суды тартып алып жатқан кезде, артымнан бір адам сөйледі. Мына құдықтан су тартып алуға кеңес бермеймін. Артыма қарасам, шамамен 60 жастағы қарт кісі екен. Маған да осы сұрастыратын ауыл тұрғыны керек еді. Сондықтан суды қай жерден алсам болады енді? Су керек пе? Жүр, менің үйіме кір. Деп ақсақал үйіне кірді де, есігін ашық қалдырып кетті. Менде басқа амал жоқ. Өмірімде көрмеген адамның үйіне кіре кеттім. Маған бұл су мәселесін қалайда болмасын шешу қажет. Кел отыр, жайғас. Мә, су ішіп ал. Мен саған өзім су беріп жүре аламын. Менен ғана сұра, еш мәселесіз, тегін-ақ бере саламын. Басында мен бұл ақсақалдың не айтқысы келіп тұрғанын түсінбедім. Сондықтан, ақсақал кешіріңіз, бірақ мен сізді түсінбедім. Неліктен тек сізден алуым керек суды? Және анау құдықтың ішіндегі су негізі таза секілді. Ол жерде неліктен су алуыма болмайды? Себебі оның ішіндегі мөлдір су жай ғана алдамшы. Қалай сонда? Қазір мен саған бұл құдық туралы нақты айтамын, бірақ уәде бер. Ол құдықтан су алмаймын деп. Жоқ, ақсақал, мен сізге уәде бере алмаймын. Бірінші біліп алайыншы бұл құдықпен не дұрыс емес екенін. Ішінде микробтар толып жүрме, әлде тым лас секілді су ма, қалай, мен түсінбей тұрмын. Балам, былай ғой, мынау құдық қарғысталған. Қарғысталған? Дәл солай. Егерде бұл құдықтан су ішіп, не өміріңе пайдаланатын болсаң, қарғыс саған да тиіп кететін болады. Мына ауыл тұрғындарының басым көпшілігі қарғысталған, соның ішінде мен де бармын. Бұл құдық өте қауіпті, сен ойлағаннан да. Білесіз бе, ақсақал, мен негізі жазушымын. Мынау айтқан қиялыңыз маған қатты ұнады. Мүмкін маған бұл құдық туралы тағы да айтып бересіз? Мен бұл оқиға туралы кітап шығарсам ба деп едім. Маған демек сенбей тұрсың, Бұл бірақ қиял емес. Енді осы ауылға келген бірнеше тұрғындардың бәрі де дәл сен секілді маған сенбеген, және де әлі күнге дейін өкінеді. Жоқ, ақсақал, ренжімеңіз, бірақ мен тылсым күштерге сенбеймін. Міне осы тылсым күштер саған келуі мүмкін. Мен бұл ақсақалдың үйінен шығып кеттім. Меніңше ол басымен сәл ауыратын секілді. Осылай су мәселесі шешілмеді. Менде басқа амал жоқ, сондықтан жаңағы құдықтың қасына барып, шелекпен су тасып, үйіме алып кеттім. Үйіме бірнеше суларды тасып алғаннан кейін, енді жуынатын жер жасау қажет.
Мен бір күн бойы сол жуынатын жерді жасап жүріп қалдым. Сол уақытта әрине құдықтан алған суды ішіп жүрген едім. Міне, осы кезден басталды бәрі. Ол кезде күн батып кетті, ал мен далада жуынатын жерді бітіруге сәл қалған едім. Сөйтіп қараңғы түсіп кеткендіктен, қараңғылық жұмыс істеуіме кедергі келтіргендіктен, ертең жалғастырамын деп үйге кірмекші болдым. Бірақ үйге кірейін деп жатқан кезде үйдің есігі ашық екенін байқадым. Мен негізі жауып кеткен сияқты едім. Қалайша ашық қалды деп басында таңырқап қалдым. Бірақ сонда да үй ішіне кірдім, және жарықты жақсам. Үйдің жарығы қосылмайды, және үйдің ішкі бөлмелеріне сәл кірген кезде жерде су төгілген секілді көрінді. Бірақ суды біреу басып өткен секілді, және бұл іздер менің жататын бөлмеме апарады. Мен бұл былықтарды адам жасады деп ойламадым. Сондықтан менде қорқыныш болмағандықтан жататын бөлмеге кіріп кеттім. Және мына сұмдық көріністі көрдім. Төсегімнің үстінде денесі қап-қара болған мақұлық отыр. Ол тек маған қарады, бірақ бір қызығы маған ештеңе істемеді. Және менің көзіме дәл осылай қарап тұрды. Мен басында қатты шошып кеткендігімнен. Мен бір орында қатып қалдым, бірақ кейіннен есімді жинағандықтан мен бірден далаға шығатын есікке қарай жүгіре бастадым. Бірақ есік өздігімен жабылып кетті. Мен сыртқа шығуға тырысып көрдім, бірақ бірнеше адамдар есікті итеріп тұрған секілді сезіліп кетті. Кенет артымнан тағы бір дыбыс шықты, және артыма қарасам, табалдырықта тұрған бойы өте ұзын тағы бір мақұлықты көрдім. Ол да маған ұзақ уақыт қарап тұрумен болды. Мен не істерімді білмегенім соншалық шарасыздықтан. Барып терезені сындырдым да далаға шығып кеттім, және көлігіме бардым. Көлігімді оталдырып, бұл ауылдан дереу түрде қай жаққа барсам онда барайын, бірақ осы ауылдан кеткім келді. Солай жолға аттандым. Осы жер менің оқиғамдағы өте қорқынышты бөлігі, себебі мен жолға шыққан кезде мен қайта-қайта осы ауылға айналып келе бердім. Бұны осылай таңға дейін жалғастырдым. Мен бұл жерден кетемін, бірақ қайтадан айналып осы ауылға келе беремін. Осылай таңға дейін жалғастырғандықтан мен түсіндім, бұл істің мағынасыз екенін. Сондықтан тек менде бір ғана амал бар, яғни әлгі шалдан көмек сұрау. Сондықтан әлгі шалдың үйіне бардым. Сөйтсе әлгі шалға бәрі үйреншікті болып кеткен екен. Ол мені үйінің алдында күтіп тұр. Мен әрине одан көмек сұрадым, бірақ ол көмектесе алмайтынын айтты. Және маған бір нәрсені қабылдауға көндіргісі келді. Яғни ол: ал балам, сен мені тыңдамадың. Бірақ сен енді қарғысталған адамсың. Енді бәрі кеш, мен саған ешқашан көмектесе алмаймын, деп айтып жатқан кезде әлгі шалдың артында дәл жаңағы менің жататын бөлмедегі мақұлықты көрдім. Басында солай қорқатын боласың, бірақ кейіннен мен секілді үйренесің. Қарғыстың өзі де осындай еді. Яғни мақұлықтарды көру бұл қарғыс. Міне менің енді осы соңғы кітабым. Мен осы кітапты жазып отырмын, толықтай өзімнің оқиғам. Және осы жақта күн сайын мен ол мақұлықтарды көремін.